İslam bizge ne үйретеді? Бүгінгі күнімізде әрбір қоғамда адам баласы бір-бірімен жақсы қарым-қатынас құруға ниетті екені белгілі. Бірақ барлығы бірдей оны жасай бермейтіні анық. Күнделікті өмірдің өзінде қоғамдық жерлерде адамдардың бір-бірімен араздасқанын, сөзге келіп қалғанын, тіпті одан да зор қақтығыстар орын алып жатқанын жиі көріп жүрміз. Мұның адамзат табиғатына жат екенін әрі құптарлық іс еместігін барлығы бірдей жақсы біледі. Қазіргі таңда біреудің көңілін қалдыру өте оңай. Мейлі ол іспен болсын, сөзбен болсын, оны әркім жасай алады. Бірақ барлық адам бірдей жасай алмайтын бір керемет қасиет бар. Ол бойыңда қандай да бір ашуға ыза келгенде өз-өзіңді дер кезінде ұстай білу, сабыр ету. Расында бұл қасиеттің жақсы екенін білгенімен оған әркім де қол жеткізе алмайды. Адамның да мықтылығы осында сыналады. Асыл пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өз сөзінде шынайы мықтылық ол күште емес, ол бойыңды ашу басқанда өз-өзін ұстай білгенде деген. Демек адамның бойындағы ең жоғары қасиеттің бірі ол ашуды дер кезінде жеңу, яғни жамандықтың алдын алу екен. Неге бұл жерде ашуды жамандық деп атап отырмыз? Себебі белгілі сахаба Абу Хурайра бұл жайында мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның барлық хадистерін жинап, оларға талдау жасай отырып, ашу-ыза деген бүкіл жамандықтың кесір екенін көрдім деген. Бір күні Білал ибн Рабах пен Абу Зар деген сахаба бас қосып соғысқа қатысты әңгіме айтып отырады. Абу Зар болса өзінің ойын айтады. Сонда Білал онымен келіспей, сенің ойың дұрыс емес, меніңше былай жасаған дұрысырақ деп айтып қалады. Мұны естіген Абу Зар ашуланып, енді қара нәсілдің баласы болған сен маған бірдеңе айтпақшысың ба деп оның көңіліне қарамастан қатты айтып қояды. Мұндағы қара нәсілдің баласы деп Біләлдің анасына тіл тигізеді. Бұл сөз Біләлге қатты тиеді. Ол үндемей ғана көңілі түсіп, орнынан тұрып кетіп қалады. Осы жерде Біләл Абу Зарға қарсы жауап беруге болар еді, бірақ ол ашуға берілмеуді таңдады. Көңілі қатты қалды. Ақыры ішіне сыймағасын ол пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға барып мән-жайды айтып берді. Бәріміз білеміз, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Абу Зарды қатты жақсы көретін. Сахабалардың арасында ол туралы жақсы сөздерді жиі айтатын. Бірақ бұл жағдай басқа еді. Енді Абу Зарға шағымданып Біләл келді. Содан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Абу Зарды алдына шақырып, Біләлдің анасына тіл тигізгенің рас па дейді. Абу Зар болса басы салбырап кінәлі екенін білдіреді. Сонда асыл пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оған қарап, расында сен жахилиет, яғни надандық замандағы қасиеттерден әрі арылмаған жан екенсің дейді. Бұл сөз Абу Зарға қатты тиеді. Сосын ол Аллахтың атымен ант етейін, Аллахтың елшісінен мұндай сөзді естігенше мені өз қылышымен ұра салып өлтіргені абзал еді дейді. Өзінің ауыр қателік жасағанын түсінгеннен кейін Абу Зар Біләлдің алдына барып, күнәсін жуып шаю үшін бетін жерге топыраққа қойып, аяғымен басуды өтінеді. Сонда Біләл ибн Рабах оған қарап, Аллахтың атымен ант етейін, мен жаратқанға жалбарынып, басын жерге қойып сәжде еткен құлдардың бетін өз аяғыммен баса алмаймын дейді. Осыдан кейін екеуі татуласып, құшақтасып, арадағы жайды тез ұмытып кеткен екен. Кешірімді, кеңшіл, кішіпейіл болу деген міне осы. Егер Біләл сол кезде Абу Зарға жауап қайтарғанда екеуінің арасы араз болып, жағдай мүлде ушығар еді. Бірақ ол кешірімді болуды, әрі келген ашуды жеңуді таңдады. Нәтижесінде барлығы жақсы аяқталды. Міне, нағыз мықтылық деген осы. Біреуге ашуланбау және өзгені шынайы кешіре білу. Бұл тек Абу Зарға емес, қазіргі таңда барлығымызға тікелей сабақ болуы керек негізі. Осындай сахабаларды тәрбиелеген пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өз сөзінде «Инни бу'исту бил ханафиятис самха» расында мен кішіпейілдікті, кешірімділікті, кеңшілікті және қарапайымдылықты дәріптеу үшін жіберілдім. Бұл дегеніміз Мұхаммедті менің пайғамбарым деген әрбір мұсылман оған еліктеп, өзінің бойындағы көкірек көзіндегі кеңшілігін, кешірімділігін адамдарға көрсете білу керек. Көкірек көзі дегеніміз кейде көңіл көзі деп те аталады. Адамның екі көзі болады. Бірі бастағы көзі, екіншісі жүректегі көз. Қазақта көреген деген сөз жүрек көзі ашылған, көкірек көзі ояу жан дегенді білдіреді. Адамның бастағы көзі материалдық әлемге ғана қарайтын болса, ал рухани әлемге қарайтын көзі ол жүректің түбіндегі көкірек көзі.
Адам көкірек көзінің кеңеюімен, онда хадисте айтылған кішіпейілділік, кешірімділік, кеңшілік және қарапайымдылық секілді адами қасиеттер орныққаннан кейін ғана кемелдікке жете алады. Сәйкесінше дінді бойлап білу үшін де осындай көкірек көзінің ояу болуы талап етіледі. Себебі Мұса алейхиссалам пайғамбарға алғаш рет дін келгенде, ол Раббысынан бірінші болып, «Рабби шрах ли садри», «Уа Раббым, менің көкірек көзімді аша көр» деп дұға еткен. Өйткені жан дүние тазару арқылы әрбір адам өзгенің көрсеткен зияндарын, ауыр сөздерін көтере біледі. Бұл үлкен нығмет негізі. Адамның көңілі, жан дүниесі неғұрлым кең болған сайын ол өзгеге толық ашыла алады. Исламның да басты талабының бірі осы. Ешкімді кемсітпей, қарапайым болып, біреудің айыбын жасырып, тең құқықты сақтап, мейлінше кішіпейіл болу, барлық адамдарды бір деп білу. Себебі хадисте барлығың адам атадан тарағансыңдар, ал адам ол топырақтан жаралған деген. Бұны қазір кей мамандар толеранттылық деп те айтып жатады. Ешкімнің ешкімнен айырмашылығы жоқ. Бәлкім біреудің дәулеті көптеу шығар, бірақ бұл байлық Аллахтың берген ризық несібесі ғана. Ол байлық өмір бойы сенің бойыңда болмайды. Бір күні келеді, ол дәулет қолынан кетеді. Яғни дүние мүлік ол адамдардың арасын арашалайтын нәрсе емес. Ұлт та, нәсіл де дәл осылай. Оны біз таңдамаймыз. Ол жаратушының қалауы бойынша беріледі. Демек, ақ түсті болсын, қара түсті болсын, ұлты басқа болсын, барлығына бірдей кеңшілікпен қарау керек екенбіз. Бұл тұрғыда пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өзі бізге көптеген өнегелер көрсетіп кеткен. Бірде ол сахабалармен отырғанда, көшеде адамдар бір мәйітті алып жерлеуге кетіп бара жатады. Оларға құрмет ретінде пайғамбар мен сахабалар орындарынан тұрады. Сосын бір мұсылман пайғамбарға қарап, «Отыра беріңіз, бұл иудей екен, мұсылман емес» дейді. Сонда асыл пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, «Мейлі, ол да адам баласы. Егер мұндай жаназа көрсеңдер, құрмет көрсетіңдер» деген. Бұл оның бізге көрсеткен адами қасиеті болатын. Жаназа тұрмақ, біреу ауырып қалса да, оның көңілін сұрау біздің міндетіміз. Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның үйіне жақын бір иудей көршісі өмір сүреді. Ол исламның тез таралып, мұсылмандардың саны күрт сайын артып жатқанына іштей қатты қынжылатын. Ол қалай болса да пайғамбарға зиян тигізуге әрдайым дайын жүретін. Алайда ол бұл мақсатын ашық түрде жасай алмайтын. Себебі ол сахабалардан қатты қорқатын. Десе де ол бір амалын тауып пайғамбарға әйтеуір бір зиян тигізеді. Ол күнде түннің жарымында адамдар терең ұйқыға кеткенде көшеден қоқыстар мен тікен тектесі өсімдіктерді алып пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның есігінің алдына қойып кететін. Осылайша мұндай әрекет күнде жалғасады. Таңертең ұйқыдан тұрған пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам есігінің алдындағы қоқысты көріп, жымиып қана қояды. Ол бұл істі иудей көршісінің жасағанын жақсы білетін. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әлгі қоқыстарды өз қолымен тазалап, ол жайында ешкімге шағымданбайтын. Осылайша арада бірнеше күндер өтеді. Иудей әлгі зиянкес әрекетін жасай береді. Бір күні ол ыстығы қатты көтеріліп жатып қалады. Оның жақындары келіп көңілін сұрап, оған түрлі емдер қолданып жатады. Сондай күндердің бірінде кенет оның есігін қағып асыл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өзі келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам болса, оның жағдайын сұрап, еміне шипа тілейді. Сосын иудей кісі оған қарап, «Уа Мұхаммед, сен менің ауырып жатқанымды қайдан білдің?» дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам күлімсіреген күйде, «Сенің күнделікті маған жасайтын әдеттегі ісің тоқтап қалғанын көрдім. Сосын бір жағдай болғанын біліп, көңіліңді сұрайын деп алдыңа келдім» дейді. Шын мәнінде ислам тарихында пайғамбарға иудейлерден артық зиян тигізген ешбір адамдар жоқ шығар сірә. Олар исламның таралуына барын салып тосқауыл болуға тырысты. Пайғамбарға о беріп өлтіруге дейін барды. Десе де пайғамбардың оларға деген көзқарасы мүлде өзгермеді. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам адамның ұстанған діні мен нәсілі бөлек болғанымен, оларға адами тұрғыда барлығына тең қарайтын. «Ва иннака ла'ала хулқин азим». Расында сен аса көркем мінез иесісің. Осындай кісіден тәлім алған Абдулла ибн Амр деген кісі бір күні қой сояды. Сосын оны көрші тұратын иудей кісіге етін тарту етеді. Оны естіген адамдар, мұсылмандар тұрғанда оны өзге дін бір өкіліне бергенін қалай деп Абдулла ибн Амрға тіл тигізе бастайды. Сосын ол, «Мен пайғамбардың көршілерге жақсы қарым-қатынас жасаңдар» деген өсиетін естіген едім дейді. Бұған қоса бірде адамзаттың асыл тәжі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабаларға қарап, «Сендер егер Мысырды ашатын болсаңдар, ондағы халықпен жақсы қарым-қатынас жасаңдар» деген. Ол уақытта мысырлық халық христиан дінін ұстанатын жергілікті қыптилар болатын. Яғни діні болсын, ұлты болсын, барлығына бірдей жақсы болу мұсылманға міндет екенін шегелеп айтып кеткен.
Уақыт өтіп расымен де мұсылмандар Мысырды алады. Онда Амр ибн Ас басшылық етеді. Ол елге қоныстанып бір мешіт салып, кейін оны кеңейтуді жоспарлайды. Алайда мешіттің жанында бір христиан дін ұстанатын кейуананың үйі болады. Ол мешіт территориясының ұлғаюына кедергі келтіреді. Сосын Амр ибн Ас кейуанаға үйін сату үшін өтініш білдіреді. Алайда ол үзілді-кесілді бас тартады. Қанша әрекет жасаса да кейуана үйін бермейді. Сосын Амр ибн Ас күштеп әлгі үйді бұзып, орнына мешітті кеңейтеді. Шарасыз қалған кейуана әділдік іздеп Мәдина қаласына келеді. Онда мұсылмандардың әміршісі Омар ибн Хаттабқа жолығып, мән-жайды баяндап береді. Сосын Омар еш ойланбастан Амр ибн Асқа хат жолдайды. Хатты алған Амр ибн Астың түрі сұрланып, ақырында әлгі кейуананың үйі тұрған жердегі мешіттің территориясын бұзып, бұған қоса моральды материалды шығындарға қосымша өтемақы төлеуге мәжбүр қалады. Көріп отырғанымыздай, біз мұсылмандар ақиқат ортаға шыққанда, онда діннің, ұлттың артықшылығына, басымдылығына мүлде жол бермейді. Әділдік барлығына бірдей. Тағы бір мысал. Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалармен мешітте отырады. Сол уақытта сырттан бір кісі келіп, мешіттің ішіне кіші дәрет сындыра бастайды. Бұған қатысты Абу Хурайра былай дейді. Сол кезде әлгі кісіні көрген сахабалар орындарынан тұрып, оны ұрайын деп жатады. Пайғамбар дереу сахабаларды тоқтатып, оларға қарап, сендер дінді ауырлату үшін емес, жеңілдету үшін келдіңдер деп, әлгі кісі тірлігін бітіріп алуын күтеді. Содан кейін оның жанына пайғамбар жақындап, бұл жерге дәрет сындыруға болмайтынын, мешіт деген құлшылық жасайтын орын екенін айтып, жылы түсіндіреді. Мұны естіген әлгі кісі қателігін түсініп, сол жерде қолын көтеріп, «Уа Раббым, мені және Мұхаммедті өз рахмыңа бөлей көр» деп дұға етеді. Сонда асыл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған қарап күлімсіреп, «Лақад хаджарта васиан» дейді. Яғни Аллахтың кең рахмын неге сонша тарылттың деп жауап берген екен. Енді бұл жағдай қазір біздің заманымызда болса ше, бір адам мешітке келіп дәрет сындырды делік. Арамыздан кім барып оған пайғамбар секілді осылай жылы қабақ танытып сөйлесе алады? Жоқ, біз керісінше оны суретке немесе видеоға жазып, сосын Instagram, TikTok, Facebook секілді әлеуметтік желілерге таласа салып, біреудің айыбын әшкере етуге асығамыз. Нәтижесінде өзін көрген нәрсені мыңдаған адамға көрсетіп, ол туралы теріс пікірлер жазуға, балаға жаман сөздер айтуға сен себепкер боласың. Түптеп келгенде дәрет сындырған адамның әрекетінен де зор күнәні сен жасайсың. Хадисте келеді, кімде-кім біреудің айыбын жасыратын болса, Аллах тағала оның айыбын қияметте жасырып қояды. Осы жерде Шәкәрім бабамыздың да мына бір сөзі еске түседі. Біреудің мінін тергенше, жамандығын көргенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен күрес өлгенше. Бір күні пайғамбардың қолында бір иудей жігіт исламды қабылдап мұсылман болады. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған қолын жайып, оны тозақтан құтқарған Раббыма сансыз мадақтар болсын деп шүкіршілік етеді. Демек көріп отырғанымыздай, әрбір мұсылманның міндеті өзгенің қателігін көру емес, оны тозақтан құтқару екен. Біреу жамандық жасап жатса, күнәға батып жатса, оны сыртынан жамандау емес, керісінше жақсы мінезіңмен оны дұрыс жолға түсуіне ықпал етуіміз керек. Шыны керек, бүгінде кейбір діндар, ғалым сымақтар біреудің айыбын көре қалса, оны адасқан, кәпір, мұсылман емес, мүшрик деген ауыр сөздерді айтып айыптап жатады. Тіпті мұндай сөздерді қарапайым дінге енді келіп жүргендерде жақсынбай айта беретін болды. Бұл біздің дінді ауырлатпаңдар, жеңілдетіңдер, қорқытпаңдар, жұбатыңдар деген хадистен қаншалықты алшақ екенімізді көрсетеді. Біз адамдардың барлық жасаған жаман амалдары оны Аллахтың алдында жаман пенде етіп көрсетеді деген түсініктен аулақ болуымыз керек. Аллах тағала барлық күнә жасаушыларды жек көрмейді. Ол сенің де, менің де құзырымдағы нәрсе емес. Тіпті оған баға беру біздің де қолымызда емес. Сондықтан біздің міндет тек адамдарды жамандықтан тыйып, оған адами тұрғыда құрмет көрсете отырып, оны тозақтан құтқару. Ал егер біреу саған қатты сөйлесе, немесе жамандық жасаса, кешірімді болып, бұған қоса оған ешқандай жамандық тілемейтіндей көзқараста қалу. Құранның бізге үйреткен өмірлік қағидасы. Бұған қатысты Нұр сүресінде былай дейді: «Вальяфу вальясфаху әла тухиббуна ан яғфираллаху лакум». Олар кең пейілді әрі кешірімді болсын. Расында Аллах сендерді кешіруін қалайсыңдар ма? Яғни жаратқан жаббар біздерге, сенің өзгелерге кең пейіл, қарапайым болып, егер олар қателік жаса, кешіріммен қарауың, менің саған деген кешірімім болуына алып келеді дегендей. Демек Аллахтың ризалығына бөленіп, мейіріміне кенелу үшін алдымен өзгені осылай кешіріп білу керек деген сөз.
Әйтпесе күнде намаз оқып, жылап тұрып Құдайға жалбарынып, одан күнәларымыздың кешіруін сұраймыз. Бірақ өзіміз әркімнің сөзін жүрегімізге қабылдап, оларға ренжіп, тымырайып, кішіпейілдік таныта алмай, кешіре алмасақ, онда Аллах тағаланың кешіріміне бөленіп кетемін деп ойлауға жол болсын. Сөзімізді жаратқан Жаббардың мына бір керемет аятымен қорытындыласақ: «Ла тастауил хасанат уәла сайиат, идфа биллати хия ахсан, фа иза аллази бейнека ва бейнаху адауатун кааннаху валиюн хамим». Жақсылық пен жамандық тең бола алмайды. Сондықтан саған жаман қылық көрсеткенге тек оған жақсы пейілмен ғана қара. Сол уақытта саған деген дұшпандығы бар адамның өзі де сенің бір сырлас жақын досың айналып кетеді. Сондықтан мына бір қысқа өмірде өзгенің қылығына өзегіңді өртеп, уақытыңды өткізгенше, көкірек көзіңді қарапайымдылықпен, мейірімділікпен, кеңшілікпен толтырып, пайғамбар көрсеткен сара жолдың сырласы болайық ағайын. Достар, егер бұл әңгіме ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, өзгемен бөлісуді ұмытпаңыз. Басқа да осындай қызықты әңгімелер тыңдағыңыз келсе, каналымызға жазылып қолдау білдіріп, пікірлер қалдырыңыздар. Неғұрлым көп қолдау көрсетсеңіздер, жаңа әңгімелер тез шығып тұрады.